Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге әдеттегідей жіберіп пранкс. Достар, бүгін бізде кішігірім әлеуметтік эксперимент және де пранк. Әлеуметтік эксперимент болғанда мына кішкентай сұлтанчик арқылы көшеде өтіп бара жатқан адамдардың әртүрлі іс-әрекетпен реакцияларын байқап көретін боламыз. Осы видеомыз сіздерге ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналымызға міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Достар, тағы бір айта кететін нәрсе, біздің каналымызда 85.500 оқырман бар екен. Давайте тез 100 000-ға жеткізіп тастайық. Сіз болып, біз болып. Қазақша YouTube каналын көтерейік. Олай болса бірге отырып тамашалайық. Қойшы, Құрметті. На, сумка көтерші, шым яққа салу, да? Машина салып жүрген сумка. Ей, ё-моё. Көтерші енді. Я вот так, кстати. Вот так? Ага. Вот так, вот так, нет, чуть-чуть вот так. Мама. Испугались, стали снимать вам, только помогайте. Тастай сал. Можно? Это вот шутка, брат. Вот камера снимает нас, руку помогать. Ой, ойын ғой. Күлкілі ойын түсіріп алдыңыз апа, күлкілі ойын түсіріп алдыңыз. Ойындамаңыз, бәрі жақсы. Өзіңіздің балыңыз. Қорқыттың ба? Машинаның кірлігіне сіздер мән бермеңіздер. Өйткені машина уже бірнеше күннен бері жуылған жоқ. Енді бүгін погода ашылды. Енді жуамыз. Егер сіздерге өтіп жатқан болса, жаңағы осы неміз пранкымыз. Достар, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Базарда красавцы говорят, ой, камера. Ладно, красавцы.
Қарындас, рахмет, өте рахмет. Алла разы болсын. Ей, жаным. Аяғым шалып қалды ана жерге. Байқамай қалдым. Қорыққан жоқпын. Басы көтеріп қойсақ екі маршы. Иә, қазір. Ойбай, сен кептесіңдер, ойбай, ұста. Ойбай, рахмет, қарындас, рахмет. Ой, жаным, ойын. Рахмет, қарындас. Ойын. Құрметті достар, мына қазір кішкентай сұлтанчықты мына жерге жатқызып қойып, мынау жылаған дауысты қойып қоятын боламыз. Примерно қанша? 5 адам көреге. 5 өткен адамның қаншасы қарайды екен. Одан кейін сразу ақшаны қоямыз мына жерге. Енді ақша енді дауыс шығармайды, сондықтан 5 емес, 7 дейсіз. 7 өткен адамның қаншасы ақшаны алады екен. Соны тексеріп көрейік. Жарай ма? Слава. Ой. жетімнің көзі жас екен, одан да дамы ащы екен, әкенің озма жүрегі, ананың бауыры тас екен, аңсатқан жанды қырған, жас
Bakan çanarda Səbidim bəri baxıtım Bolu üçün çaraldım Күнәсіз туған балалар Оларда қандай шара бар Өзінен шыққан перзентті Тастаман сыртқа Боже мой, кто оставил ребенка? Аңсатқан жанды Это кукла, кажется. Аңсатқан жанды Жас болып аққан жанарда Сәбидің бәрі Аңсатқан жанды Жас болып аққан жанарда Сәбидің бәрі Это же кукла, не ребенок. Здесь пранк, короче, да? Кто-то снимает, да? Телефон где-то. Если, конечно. Кто снимает? Жанымда жүрген жандарда Аңсатқан жанға жетемдеп Жетімдерім мекендеп Қарайлап жүр ау анасым Қайтып бір келер мекендеп Аңсатқан жанды қарма Әпше, саламатсыз ба? Сізді бір минутқа боламын. Әпше, мына баламды асырайтын адам болса берейін дегеннен келіншегім қайтыс болып қалған. Соған сізде жоқ па еді асырап алатын, былай бала іздеп жүрген. Ондайды не қылған? Просто мен өзім жақын арада түрмеден шықтым да. Қазір жұмысым жоқ. Еще қазір Мама, папаларың жоқ па? қайтыс болып кеткен ғой менің де мама папам. Өзім Кім жоқ десе? просто мен қамалым атқан кезде үйленгенмін ғой. Сол 2 қабат еді, сол босанып келіншегімді ауыратын еді, сөйтіп қайтыс болып кетті әпше. Былай таныстарыңыз жоқ па? Асырап аламын дедім. Бала іздеп жүрген. Домда тұрамыз, бізде анандай нелер жоқ қой, араласпаймыз. Просто ана жаққа тастап кете алмаймын, жүрегім қимайды. Мен балам ғой енді. Оны детдомға бармайсың ба? Мен былай өмірде де болуы мүмкін ғой, мысалы балаға сүйе алмай жүрген сондайлар болса, сол бір іздеп жүрген. Мысалы детдомға апарамын да, ол жаққа барғаннан кейін ала алмай қаласыз ғой баланы. Ол сот болады, білесіз ба? И сізді келіп тексереді. Мен мысалы сіз асырап аламын десеңіз, мен бұны мысалы сотқа барамыз. Мысалы сіздің атыңызға өткіземіз, документальный болады да, сіз ешқандай ақша төлемейсіз. Ал сіз бұл детдомға өткізген деген сіз бұны ала алмайсыз ғой. Бұл уже үкіметтің баласы болып кетеді ғой. Просто сіз жақсылап ойланып көрсеңіз әпше. Тамыр танысым ондай нем жоқ қой жаңа. Келіндеріңіз жоқ па, тумай жүрген? Просто қазір қарап отырсаңыз мына заманда көп адам жүрді, бала сүйе алмай. Просто мен қарай алмаймын ғой, мен жаспын, мысалы жұмыс істеуім керек, мысалы балаға қарап ана мейірім болмаса, немерелеріміз өзі жорға қараймыз, масқара біз мысалы үшін. 3 немерені жорға қараймыз, сол сияқты балаға қарап. мен номерім жазбаңызшы, хотя бы. Егер Оны балам-ау. сізге біреулер мен болып қалдым ғой, звондайсыз да маған. Қанша танысым бар, ондай жоқ. Қайбеттеші. Онда көремін, мен болып қалған соң тағы. Просто жастар болады да сондай. Жақсы әпше. Әпше, бір минут. Ау? Бұл социальный ролик қой. Социальный ролик.
бұл андай ғой, адамдардың реакциясын тексеріп көріп отқанымыз ғой, эксперимент жасап. Тұрмын ғой, бала қараған оңай емес қой деймін бе. Рахмет әйтеуір, сіз де өзіңіздің шыныңызды айттыңыз әйтеуір. Енді үш немерем бар, ойбай, әке біз уже жасымыз кеп қалған адам, салпысқа келдім. Не қыл, балаға қарау қиын да. По-любому анасы болмаса болмайды да негізінде. Ойбай, ана мейірім болмаған бала не болады. Мына заманда білесіз ғой, бала асырамай жүргенде, просто жастар тастап кетіп жатыр. Ол дұрыс емес деп есептейміз енді біз. Дерсің, мысалы, бала сүймей жатқан отбасылар көп қой. Натуральный қылып. Бұның бәрі эксперимент. Рахмет әпше, бала шағаңыз аман болсын, немерелеріңіз аман болсын. Тамырларым жоқ та ондайлар, бүйтіп қарасаң да. Қазір қанша келіншектер жүрді, анаған барады, маған барады, бала таппайды. Бала таппады, кезінде әбден бәлен бәрін істеп алады, мысалы. Мұндар қанша оңай нәрсе емес. Ала біздің камераға бүйтіп қойсаңыз негізі. Бұның бәрі эксперимент. Рахмет әпше әйтеуір, жақсы. Алла разы болсын, өмір жатың ұзақ болсын. Сондай ролик жүргізіп жатырмыз десе. Сөйтіп анау просто баланы тастап кетпесін деп жастарға айтып жатырмыз да, егер асырай алмасаң, өзі асырайтын адамдар бар ғой, соларға бару керек. Жақсы әпше.